Соңғы уақытта қыздар арасында дін жолына түсем деп, тұнығымды былғадым деп айтатындар көбейіп барады. Жігіттер өзіне ұнаған діндар қыздармен ғаламтор немесе телефон арқылы танысып, некелесе салады. 1-2 аптадан кейін талақ деп, 3 рет айтып, ажырасып кетеді. Ислам дінін бүркенгендердің дінсіз тірліктері шаш етектен айталық. Кейбір ағымдар бойынша қыздар қолдан қолға өтіп жүре береді. Бүгін неке қиылады, ертесіне немесе 2-3 күннен кейін талақ айтылып, басқаға бұйырады. Мешітке бармай жай үйдің ішінде отырып алып көшеден немесе өз жақтастарынан куәлік етуге 2 ер адам ертіп әкеліп, неке қиюды әдетке айналдырған. Ал ата-анасы мен туыс туғандары намаз оқымағандықтан некеге рұқсат беруге құқықтары жоқ дей салады. Олар өзара үкім шығарып, өздерінен бір адамды басшы сайлап, некелерін қия береді. Осылайша шариғат жолымен некелескендей болып, өз нәпсілері мен құмарлықтарын қандырып, ажырастық деп тастап кетеді. Мен енді өзім негізі дұрыс деп ойладым. Бұл алдында да мен өзім ойлап жүрмін, бұл бәрі дұрыс. Істегеніміз өзіме қате сияқты болып кейбірде бір дөрекілі, сондай жаңа қайырымсыздықтарды мен көремін. Мен Аллах кешірсін, егер мен ғайбаттарға жағдай болсам да, мен енді осы мына жерде келгеннен бері жұмсақтық көргенде адамда өзінің қателігін түсініп, мен өзімді надан ретінде санаймын ба, ой істейтін мен білім алмаған екенмін ғой. Тастандық қыз некесін қиып берген басшыға барады. Ол болса қызды тағы біреумен некелестіреді. Сөйтіп, әлгі бейбақ қыз 3-4 жігітті бастан өткереді. Қыздарды қожалық еткен құтты бір жүзікше ретінде қарайды. Берекетсіз жыныстық қатынастың нәтижесінде қай еркектен жүкті болғандарын да білмей қалып жатады. Әрине өкінішке орай деп айтуға болады. Қазір мысалға талақ мәселесіне байланысты үйленетін кезде өлердегі сөзін айтып, жақсы өлем, күйем деген айтып келеді да, талақ беретін кезде ұялы телефонмен талақты бере салады. Мысалға, бұл да қазір мына муфтилер арасында мәселе болып жатыр. Мысалы, ұялы телефон арқылы немесе интернет, WhatsApp дегендер бар, әлеуметтік желілер арқылы талақ беруге бола ма, болмай ма? Ол әлеуметтік желілер арқылы егер талақ берілетін болса, онда әлеуметтік желі арқылы үйленуге де болу керек. Солай ма? Талақ пен үйлену мәселесін бөліп қарауға болмайды. Үйленуде адам қалай, орысша айтқанда, серьезно көңіл бөліп қарайды, талақ мәселесіне солай көңіл бөліп қала керек. Ол жақсы нәрсе емес, былай айтқанда. Біздің қазақ халқымыз үшін жақсы нәрсе емес. Беттің арын белбеуге түйіп алған өздерін ұстаз деп атайтын әйелдердің жас қыздарға айтатын ақылы. Бұл өмірдің мәні оқуда, жақсы жұмыс істеуде емес. Діндар жігітпен тұрмыс құруға талпыныңдар. Араб, Кавказ жігіттерінің иманы мықты. Соларға жар болыңдар, дінсіздерге әйел болғанша дін үшін. Сирияда соғысып жүрген мұсылманға жыныстық қызмет көрсетіп, оларға рухани күш беріңдер. Бұл әйел адамның жихады. Ертең ақыретте шахидтің дәрежесінде жәннатта боласыңдар дей келе, саналарына қисынсыз ережелерді құяды. 1-2 рет кездестіріп, ең көбі 3 рет жолықтырып, танымайтын жігітпен некесін қидыртып жібереді. Осылай тәнімен жихад жасайтын арулар қайда болса да кетуге дайын тұрады. Мен ойлаймын, ол жаққа кетіп қалса, ол да білмей, нетпей, енді сонда шын не деп ойбай, бізге некен, шын екен, жихад екен деп қателесіп, діннен жасыратын жоқ, осынша 5 жыл дінде болсам да, білім алмаған кесірінен ғой. Отанымызда Сириядағы содырлардың қол шоқпары болып жүрген діндар сымақ жігіттер Құран аяттарын өз нәпсілеріне бұрып, қазақ қыздарының көз жасын белден кешуде. Шариғат бойынша қыз бала 9 жаста балиғатқа толады. Ол қызға үйленуге және онымен жыныстық қатынаста бола беруге болады дейтін сорақы пәтуаны өз араларында шығарып алған. Өзара таратқан өтірікке өздері сеніп, 13 жастан асқан қыздарды ел асырып, жыныстық жихадқа аттандыруда. Қазір мынау әйел адамдардың кетуі өте өзекті өртейді. Оған себеп жыныстық жихад деп ат қойып қойған өздері Айдар тағын. Жыныстық жихадқа шығуға бүкіл әлемнен осы жаңағы Сирияға келуге біз шақырамыз, ер азаматтарға көмектесу керек деген секілді жалаң сондай идеяны тарату арқылы санасы уланған жастар, жаңа қыз балдар кетіп қалып жатыр. Оның ішінде біз қазақтардан да қаракөз қарындастарымыз кеткендігі өзекті өртейді, бірақ дей тұрғанмен де сондай жағдай болды. Демек, бұның біз алдын алуымыз керек. Алдын алу үшін қандай болады? Осы ең басты міндет жаңа ата-аналық тәрбие, қадағалау өте маңызды. Өйткені осы былтырғы жылы біз көрдік Алматы қаласында 13 жастағы қыз баланың
әлеуметтік желілер арқылы байланыс құрып, сол жаққа кетуге тырысып, нәтижесінде билет жаңағы Қазақстаннан Түркия, Түркиядан Сирияға шығу билет жолдарының ақпарат жаңа интернеттен қарап отырған кезінде ата-анасы байқап, дер кезінде алдын алу шарасы жүргізілді. Одан шыққан нәрсені қараңыз, тіпті 13 жастағы қыздың өзіне сырт көз тігіп отыр деген. Шекара асқан қыздар Сирия, Ирак секілді елдегі содырлардың арасында тірі тауарға айналады. Қолдан қолға өтіп, бір күнде 6-7 еркекке қызмет көрсетеді. Ол ма, олардың ортасына шығып, тәнін көрсетіп билетеді. Егер ұнасаң, сатушыға ақшасын беріп, мал базарда жануар таңдағандай жетектеп алып кете барады. Анаңнан туғалы білмеген қорлықты көресің. Әкеңнің айналайын, ботам деп еркелеткенін сағынатын боласың. Бұл масқара шындық. Басында исламға келгенде бақытымды тапсам деп едім. Кейін бәрі басқаша көрінді. Күйеуге шықтым. Алайда бәрі өзгерді. Күйеуім талақ етті. Содан соң үшеуіне некелестім. Ал соңғы күйеуім жихадқа баруымды өтінді. Мен тіпті жиіркеніп кеттім. Бәрі кеш болатын. Мен қателескенімді енді түсіндім. Енді өткенді қайта алмаймын. Ал шындықты ештеңемен бүркемелеп жаба алмайсың. Жас қыздар өздерінің жетекшілерінің сөзінен шыға алмайды. Діни сауатсыздық және дұрыс пен бұрыс мидай араласқан қазіргі жағдайда бұл ағымдар ниеттері таза мұсылмандардың адасуына, теріс жолға түсуіне себепкер болуда. Адалдық идеал болудан кеткен ортада. Пәктік, қыз баланың ар ұяты, болашақ ананың тазалығы деген ұғымдар ақшаға ғана бағаланып, ел асырып сатылатын тірі тауарға айналған заман болды. Өзіміздің ұстаздардың айтуымен Сирияға кетуге келісім бердім. Өзімізді тура жолда жүрміз деп ойладым. Бәріне де дайын болдым. Бірақ бәрі өкінішті. Мен қателікті кеш түсіндім. Тіпті енді есіме алғым келмейді. Кеудемде толы өксіп келеді. Қазір есіме түссем тіпті жиіркенішті. Алайда кері қайтуға жол жоқ. Олар қорқытады, қоқан-лоққы жасайды, ұрады, соғады. Ар адам жанының бір тармағы. Ақылың болса арыңды сақта, ар ұят керек әрі уақытта дейді дана халқымыз. Осы арқылы адам мақталады және айыпталады. Адамды басқа хайуандардан ажыратып тұратын негізгі сипаттардың бірі. Ұрпақты бүлінуден қорғау ардың зәрулік жағдайы. Ислам дұрыс ұрпақты отбасылық үкімдермен қорғады. Құда түсер қызды таңдаудан бастап, неке, қалың мал, әйел, ердің жеке ортақ хақылары, үйленуге тыйым салынған жақындар, балаға нәпақа жұмсау, ұл қыздарға, ата-анаға жақындарға мұрагерлік құқықтармен аяқталады. Сол үшін зинаны, оған апаратын жолдарды арам етті. Дініміздегі ең ауыр күнәлардың бірі бұл зина күнәсі. Бұл жалпы өте арсыздық істердің бірі. Құран кәрімде Алла Тағала «Уәлә тақрабу зина, иннаху фахишат». Бұл сондай бір арсыздық. Сондықтан оған жақындамаңдар, жоламаңдар деп Алла Тағала қатаң түрде тыйым салған. Әрине бұл зина күнәсінің зардабы орасан зор. Ол шаңырақты отбасын құлатуға, қоғамда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтып кеткендей, қоғамда айықпайтын, жазылмайтын дерттердің пайда болуына, кедейшіліктің қаптап кетуіне, сол сияқты жетім жесірлердің көбеюіне алып соғатын бірден бір зардап күнә іс деп айтамыз. Оның бұл дүниедегі зардабы, сондай-ақ жазасы болған сияқты, ақыретте де Алланың алдында үлкен күнәлердің бірі әрине. Раббымыз адал жолмен үйленіп ұрпақ сүюімізге бұйырады. Арсыздықтан, опасыздықтан, зинадан, ұрпақтың тектілігін жоюдан тыйым салады. Адам өз бойындағы малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген қағидадан көрініс тапқан ең асыл құндылық иман, ар-ождан қазынасы екенін танып білгеннен кейін оны қорғау, ұлғайту қаммен ғылым, білім іздеп еңбектенсе, ол шын мәніндегі бақытты тапқаны күмәнсіз.